Сәлем балақай, Нұрболат ағай бүгін сендерге сиқырлы жүзік ертегісін оқып береді. Бір кедей бір күні жұмыс істеп қатты шаршайды. Бір арша ағашын әрең кесіп құлатқанда, жоғарғы жағынан екі жұмыртқа домалап түседі де жарылып қалады. Біріншісінен бүркіттің балапаны шығады да, лезде өсіп, адам бойымен бірдей болады. Екінші жұмыртқа жарылып, одан алтын жүзік шығады. Бүркіт қанатын қағып қалады да кедейге: «Ей, адам ұлы, сен мені құтқардың. Мен саған мынау алтын жүзікті сыйлаймын. Бұл сиқырлы жүзік» дейді. Бірақ жүзіктен өміріңде бір-ақ рет тілек тілей аласың. Тілегің орындалған соң, жүзіктің сиқырын жоғалтып, жай жүзікке айналады. Сондықтан тілегіңді айтпастан бұрын жақсылап ойлан. Әйтпесе кейін өкініп жүрерсің дейді. Осыны айтып, бүркіт ұшып кетеді. Екінші қуаныштан жүрегі жарылардай боп үйіне қайтады. Жолда зергердің дүкеніне соғып, зергерден өз қолындағы жүзіктің қанша тұратынын сұрайды. Зергер: «Екі алтындай болатын шығар» дейді. Кедей қарқылдап күліп жіберіп: «Бұл жүзіктің кереметі бар. Оның құнына дүниенің алтын жетпейді» дейді. Зергер ниеті қара, арам адам еді. Ол кедейді қояр да қоймай қонаққа шақырады. Шайына ұйықтататын дәрі қосып береді. Кедей шайды ішіп ұйықтап қалады. Зергер дереу оның жүзігін ұрлап алып, соған ұқсас жай жүзікті саусағына салып қояды. Келесі күні кедей байғұс жөніне кетеді. Зергер есік терезесін мықтап бекітіп алып: «100 000 алтыным болса» деу мұң екен, үстіне алтындар жауа бастайды. Зергер жан таласып арлы-берлі қаша бастайды, бірақ есікті аша алмайды. Дүние қоңыз зергер алтынға көміл бөледі. Алтындарын көршілері бөлісіп алады. Ал қайырымды екінші болса, әйеліне жүзікті көрсетіп: «Алла бізге рахым етті. Енді қалаған тілегіміз орындалады» деді әйелі. «Біз жер тілейік» дейді. «Егістікке жер жетпей жүре ғой» деді. «Жоқ, 1 жыл тырмысып еңбек етсек, жерді өзіміз ақ сатып аламыз» деді күйеуі. Сол жылы өнімдері мол болып жер сатып алады. Екіншінің әйелі: «Енді жүзіктен ат пен сиыр тілейік» деді. «Соны да жүзіктен сұраймыз ба? Тағы 1 жыл ерінбей еңбектенсек, оған да қол жеткіземіз» деді кедей. Келесі жылы ат пен сиырды сатып алады. Әйелі тағы да: «Бұрын сен Алла тағалаға жалбарынып тілек етуші едің. Алла тілегіңді берді. Қазір патша боламын, зәулім сарайда тұрамын десең де бәрі қолыңда. Шаршап шалдығып жүргенше рахатқа батып тыныш отырмайсың ба?» деді. Сонда екінші тұрып: «Біз әлі жаспыз, өміріміз алда. Аллаға шүкір, бізде қазір бәрі бар. Жүзіктен бір тілек сұрасақ, кереметін жоғалтады. Алдымызда қиын жағдайлар тап болмайтынына кім куә? Бізді қандай сынақтар күтіп тұрғанын қайдан білеміз» деді. Ерлі-зайыптылардың арасындағы келіспеушілік осымен бітеді. Кедейдің қоймалары жыл сайын астыққа толады. Сөйтіп ол бақытты да бақуатты отбасын құрып, мұратына жетіп, жүзіктің қажеті де болмай қалыпты. Бүгінге осымен тәмам. Жайлы жатып, жақсы тұрыңдар.